Армысыздар, құрметті тіл үйренушілер. Қазақ тілінен онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алматы облысының тіл оқу әдістемелік орталығының Көксу аудандық филиалының оқытушысы Нұрзия Жанғазықызы Кармешева. Жалпы тарауымыздың тақырыбы саяхат деп аталады. Ал бүгін біз бірінші бөлімін өтеміз. Бірінші бөлімінің лексикалық тақырыбы бүгін қайда барамыз? Ал грамматикалық тақырып жалғаулық шылаулар деп аталады. Лексикалық тақырыпқа алдымен лексикалық тақырыпты өтейік, жаңа сөздерімізбен танысып алайық. Ұшақ, самолет, ұшу, летать, майлық, салфетка, сүлгі, полотенце, тапсырыс, заказ, бронирование, шабадан, чемодан, шағым, жалоб, шағым және тілектер кітапшасы, книга жалоб и пожеланий, дәл табу, попасть в точку, кеме, пароход, көлік, транспорт, қайық, лодка, қонақ үй, гостиница, тікұшақ, вертолет, төлқұжат, паспорт, үтік, утюг, қону, приземляться. Жаңа сөздермен танысып алдық. Енді сол сөздерді мына кестеден тауып көріңіздер. Алғашқы көмек ретінде бірінші сөз шығарайын. Ұшақ. Міне. Ұшақ сөзі мында тұр. Ал келесі сөздерді табыңыздар. Жақсы, көп сөзбай. Тапсақ, енді тексерейік. Екінші сөз ұшу. Міне. Мұнда тұр, қайда тұрғанын бірден көрсетіп өтейін. Кеме. Міне, кеме сөзі. Келесі, төлқұжат. Міне, төлқұжат, паспорт деген сөз. Келесі, әуежай. Міне, әуежай, мұнда орналасқан. Келесі, тікұшақ. Тікұшақ, міне, тікұшақ. Келесі, кеден, міне ең соңында тұр, кеден. Және тағы бір сөз, көлік, міне. Мұның барлығы біздің бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерінен алынған. Келесі тапсырмаға көшейік, сұрақтарға жауап беріңіз. Бүгін қайда барамыз? Ерболдың үйіне. Көріп тұрғандарыңыздай, екі тіктөртбұрыш орналасқан. Бір тіктөртбұрыштың үстінде сұрағы, екінші тіктөртбұрыште жауаптары берілген. Бұны қалай байланыстырамыз? Міне мынандай сызықтар арқылы байланыстырамыз. Қане, бастайық. Сұрағына қарай жауабын сызықтармен байланыстырыңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, енді тексеруге көшейік. Барлық тапсырмада мен тексеру үшін жауаптарын бірден беріп отырамын. Себебі бұл бізде онлайн сабақ. Бүгін қайда барамыз? Ерболдың үйіне. Дүкеннен не алдың? Көйлек пен шалбар. Міне сызықтың бойымен жауапқа барамыз. Теледидарда не болып жатыр? Сызықтың бойымен жауапқа барамыз. Шырын туралы жарнама көрсетіп жатыр. Немен әуестенесің? Болымсыз түрде жауап беріліпті. Ештеңемен. Жаңа үй сатып алдың ба? Міне сызықтың бойымен барамыз. Жоқ, жалға алдым. Кітап оқуды ұнатасыз ба? Жақсы көремін. Өкінішке орай, бос уақытым жоқ дейді. Тексеріп болдық. Келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма сізге демалыста қажет болатын заттардың астын сызыңыз. Яғни, сіз шабаданыңызды жинаңыз, саяхатқа дайындалыңыз. Ал өзіңізге қандай мына жерден заттарды алар едіңіз? Соның астын сызып шығыңыз. Сонда шабаданды жинаған болып есептелесіз. Жақсы, келесі тапсырмаға көшейік. Саяхатқа байланысты сұрақтарға жауап беріңіз. Сіз демалысыңызды қайда өткізесіз? Шетелге шығасыз ба, әлде өз туған жеріңізде боласыз ба? Демалысыңызды кіммен өткізіңіз келеді? Досыңызбен бе, жалғыз ба, отбасыңызбен бе? Егер демалысыңызды саяхаттайтын болсаңыз, қайда тоқтайсыз? Қонақ үйге ме, жалдамалы пәтерге ме? Қонақ үйге тоқтаған жақсы ма, жалдамалы пәтерге ме? Неге екенін жазыңыз. Өзіңіз ұнатқан қонақ үйіңіз бар ма? Қашан тоқтадыңыз? Ол қайда орналасқан?
Жақсы, сұрақтарға жауап беріп болсақ, енді тест түріндегі сұрақтарға жауап берейік. Саяхатқа шығуға дайынсыз ба? Бұл жерден өзіңізге қажетті мәліметті алуыңызға болады. Саяжай, аялдама, анықтама бюросы, дүкен. Сізге көбінесе осы саяхат тақырыбына қай жауап сәйкес келеді деп ойлайсыз? Жақсы, әрине саяжай. Келесі, ұшақпен ұшқанда мен болғаннан кейін мінінге аяқталу керек жауабы. Мен ұйықтаймын. Жақсы. Келесі тапсырмаларды, келесі сұрақтарға өздеріңіз жауап беріңіздер. Жақсы, жауап бердіңіздер деген ойдамын. Лексикалық тақырыбымыз негізінде тапсырмалар орындадық, тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен таныстық. Енді тақырыбымыз саяхат болатын, шабаданымызды жинадық, сұрақтарға жауап бердік, тест сұрақтарына жауап бердік. Енді біз сабақтың соңында қонақ үйге қалай тапсырыс беру керек екендігі жөнінде сіздерге үлгісін көрсетемін. Сонымен саяхатқа шықтық деп есептейік. Осымен лексикалық тақырыбымызды аяқтай отырып, грамматикалық тақырыпқа көшейік. Грамматикалық тақырыбымыз жалғаулық шылаулар деп аталады. Жалғаулық шылау сөзбен сөзді, сөйлеммен сөйлемді тең дәрежеде байланыстырады. Мысалы, Санжар мен Қайрат мектепке бірге келді. Бұл жерде мен деген ыңғайлы жалғаулық қолданылып тұр. Келесі, енді түрлерімен таныстырып өтейік. Ыңғайлас жалғаулықтар, қарсылықты жалғаулықтар, себеп салдар жалғаулықтар, талғаулықты жалғаулықтар, шартты жалғаулықтар деп 5 түрге бөлінеді екен. Міне, ыңғайлас жалғаулықтармен бен, және әрі, дағы, да, де, та, те. Қарсылықты жалғаулықтар. Бірақ, дегенмен, алайда, сонда да, сөйтсе де, сөйткенмен, әйтпегенде, әйтсе де. Себеп салдар жалғаулықтар өйткені, себебі, сол себепті, сол үшін, сондықтан, неге десеңіз. Талғаулықты жалғаулықтар не, немесе, я, не болмаса, я болмаса, әлде, кейде, бірде, біресе. Шартты жалғаулықтар егер, егерде, алда, жалда. Міне ережемен, жалғаулық шылаулардың түрлерімен танысып алдық. Енді біраз мысал келтіріп өтейік. Лондонға мен де, әкем де баратын болдық. Бұл бізде ыңғайлас жалғаулық шылаулары. Мен де дегеніміз жаңа өттік. Мына кино қызық екен, бірақ мен концерт көргім келеді. Бірақ бұл бізде қарсылықты жалғаулық шылау. Ағамның туған күніне не теледидар, не компьютер алып береді. Талғап тұр, бұл бізде талғаулықты жалғаулық шылау. Сен жұмысқа тағы кешіктің, себебі түнде ұйықтайсың. Себеп салдар жалғаулықты шылауы қолданылып тұр. Жақсы, сабағымыз түсінікті болса, тапсырмаларға көшейік. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз. Егер немесе мен жаңа төлқұжатымды алсам, ағаммен Қытайға барам. Қане тапсырманы түгел оқымай қойын, өздеріңіз қарап отырып орындаңыздар. Мына қызылмен берілген екі сөздің бірін таңдайсыздар, шылаулардың. Жақсы, орындап болсақ, тексерейік. Егер мен жаңа төлқұжатымды алсам, ағаммен Қытайға барамын. Қазақстан мен Қырғызстан көрші мемлекеттер. Ол ұшақпен жиі ұшады, бірақ ол қорқады екен. Бұл жақтың ауа райы қызық екен, біресе күн шығады, біресе аспан бұлттанады. Сізді дұрыс ести алмай тұрмын, себебі қазір күту залындамын. Не апам, не әкем бүгін торт сатып әкеледі. Ұялы телефоным кеше өшіп қалды, өйткені қуат көзі біткен екен. Егер сен кеденнен бірінші өтсең, мені күтші, жарай ма? Міне осындай сөйлемдер шығу керек болған. Дұрыс орындарыңызға деген ойдамын. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Тиісті шылауларды қойып сөйлемді аяқтаңыз. Егер мен біресе, өйткені. Ал енді бұны біз ауызша өзіміз бірге орындайық. Ол газет сатып алды. Өйткені жаңалықтарды оқығысы келіп тұр. Келесі. Әсемнің Африкаға барғысы келеді. Ол ыстықты ұнатпайды. Африка ыстық емес пе?
Сондықтан біз бірақ деген қарсылықты жалғаушыларын қолданамыз. Бірақ ол ыстықты ұнатпайды. Кеден, күту залының арасы қашық емес. Кеден біресе демейміз, кеден егер демейміз, кеден бірақ, кеден үйткен дегенді қолданбаймыз. Кеден мен күту залының арасы қашық емес, ыңғайласып солай орналасу керек болып тұр. Кеден мен күту залының арасы қашық емес. Келесі, Таиландта көп көлік ауыстырдық. Кемеге міндік, ұшақпен ұштық, тікұшақта отырдық. Бұл жерде қай жалғаулықшылай сәйкес келуі мүмкін деп ойлайсыз? Әрине, біресе кемеге міндік, біресе ұшақпен ұштық, біресе тікұшаққа отырдық дейді. Келесі, қонақ үйде тұрсаң, таңертеңгі асты сонда ішуге болады. Бұл жерде әрине егер деген жалғаушыларын қолданамыз. Егер қонақ үйде тұрсаң, таңертеңгі асты сонда ішуге болады дейді. Жақсы, тапсырманы орындадық. Енді келесі тапсырма, берілген көлік түрлерінің қолданылуына қарай ажыратыңыз. Ұшақ, қайық, пойыз, тікұшақ. Енді осылардың барлығын жер көлігі, әуе көлігі, су көлігі деп бөліп үш топқа қарастырамыз. Үш топқа өзіңіздің ойыңызша қайсысы сәйкес келеді? Бөліп баған-бағанға жазыңыздар. Жақсы, жазып болсаңыздар, енді тексерейік. Жер көліктері: пойыз, машина, автобус, велосипед, мотоцикл. Әуе көліктері: ұшақ, тікұшақ, зымыран. Су көлігі: кеме. Ал енді тапсырманы орындап болдық. Енді кішкене түсіндіріп өтейін. Жер көлігі дегеніміз не? Бұл жер арқылы жүретін көліктерді айтамыз. Жерде, жердің үстінде жүрсе де, жердің астында жүрсе де, ол жер көлігі деп аталады. Мысалы, енді жер асты көлігі деп те қарастырамыз метроны, бірақ біз үш топқа бөлгендіктен ол жер көлігінің қатарына кіреді. КАМАЗ бар, троллейбус бар, трамвай бар, автобус, мотоцикл. Бұның барлығы міне жер көлігінің тобына кіреді екен. Келесі су көлігі. Бұл жерде желкенді қайық, кеме, корабль, соның барлығы су көлігінің қатарына кіреді. Ал келесі тобымыз ауа көлігі, немесе әуе көлігі деп те айтамыз. Оларға парашют, зымыран, самолет, жаңағы тікұшағымыз, ұшағымыз, барлығы осы ауа арқылы, ауада қалықтап ұшатын көліктер, ауа арқылы ұшатын көліктер бізде ауа көлігі немесе әуе көлігі деп аталады. Осымен сабағымыз түсінікті болса, біз сабағымызды аяқтаймыз. Үйге тапсырма: жалғаулы ұшылауларды қолдана отырып көлік түрлерімен саяхаттаңыз. Біз бірнеше көлік түрлерімен таныс болдық. Сол көлік түрлерімен саяхатқа шығыңыз. Лексикалық тақырыбымыз саяхат болғандықтан саяхатты алып отырмыз. Бірақ әрине сөйлеміңізде жалғаулы ұшылауларды міндетті түрде қолдануыңыз керек. Бұл бізде грамматикалық тақырыптың тапсырмасы, ал лексикалық тапсырмасы жаңа айтып өткенімдей, алдында айтып өттім, қонақ үйге барғанда тапсырыс беру парағын көрсетемін деп. Міне тапсырыс беру парағы, осыны толтырыңыздар. Сіздер жаңа саяхатқа шықтыңыздар, шабанымды жинап, енді тапсырыс беру парағын толтыруды үйреніңіздер. Міне осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта аман есен жүздескенше сау болыңыздар.